кетіп қалды десе, ол бар ма еді дейді, бар ма еді. Ана біреу айтады, бар ғой ол ауылда, просто үйінен шыға алмай қалған дейді. А бір адамдар бар, арамызда 10 жыл болды, 15 жыл болды қайтып кеткен, бірақ олар біздің ортамызда сияқты. Мына бүгін Төле би бабамды айтты, мына әкем өте бір әдебиетке неге жақсы ғой екен. Данагүл деген келді болған өте бір. Сол Данагүлмен көп дауды да шешкен кезде Төле би бабам келді мен кеңескен. Бүгін мына сондай бір жақсы күн, Айнұр Құдағи төрге шыққанымыз құтты болсын. Жаңа әжесі де батыр, мына апалары, әжелері бар екен, ағалары отырмын, жаңа нағашысы болып, құда болып ортаға шықты, қуанып отырмын, берекеңмен екеуі көз қарғысы батыр. Әлі жақын араласамыз. Мына менің ескілі әйкемнің бұл әр баланың жаңа айтқанда 10 баланың орны басқа дейді, әр баланың орны басқаны тәрбиелеген. Құда қаласа осы Мұхаммед Алиміз, жүрек келініміз бір үйдің келіні болмасын, елдің келіні болсын. Бабалардың сөзі бар ғой, биыл бала келін болса, ендігі жылы ана келін, кейін дана келін болсын дейді. Біз соны тілейміз. Төле би бабамыз қызын ұзатқан кезде қызын айтқан екен, қызым, сені ұзатып жатырмыз. Барған елге бізден не алып барасың, ол елден не алып келесің деп. Қызы ойланбай кідірмей айтқан екен, әкешім, бұл елден сіздерге тәрбие алып бара жатырмын. Ол жақтан тек қана сіздерге алғыстан басқа ештеңе әкелмеймін. Мына қыздарыңыз сіздерге тек Айнұр Құдағи алғыс алып барсын. Алғыс алып барсын. Менің шешем айтушы еді, балам жұрттың қарғысын алма, алғысын ал, қарғыс алған адамның жеті ұрпағы болмайды. Сондықтан мына балалар қарғыс емес, алғыс алатын жанұя болсын. Кімнің баласы, кімнің келді дегенде осындай деп айтқанға тұратындай болсын. Сіздердің де жүздеріңізді жерге қаратпасын. Бұл тамақта тұрған, бұл матада тұрған жаңа әйел бақыты деп қоямыз. Әйелдердің ашып отқан матасы, біреуге шапан, біреуге